Ал Жезқазғанда жарты ғасырдан бері жөндеу көрмеген балалар мен жасөспірімдер кітапханасы қайта жаңғырды. Сырты мен іші түгел жөнделіп, шатыры толық ауыстырылды. Жас оқырмандар үшін ыңғайлы аймақтар мен түрлі үйірмелер жұмысын бастады. Жақсыны көрмекке дейді. Соның арқасы болар кітап оқитын балалар көбейіп, кішкентай оқырмандардың саны санаулы күнде 4.000-ға жеткен. Қаланың шетінде тұратын Айнұр Төлек балалар кітапханасының тұрақты оқырманы. Руханият ордасы қайта жаңғырғалы жиі келеді. Себебі мұнда оқырман үшін барлық жағдай жасалған. Оқып, көңілге тоқыған дүниені талқыға салып, ой бөлісетін арнайы орында бар. Мектептің кітапханасынан қарағанда айырмашылығы бар. Біріншіден апайлары бізге барынша өзінің көмегін білдіреді. Және бұл жерде кітапхананың қоры үлкен, қалаған кітабыңды таба аласың. Жарты ғасырлық тарихы бар кітапханада 40.000-ға жуық кітап қоры бар. Оның 80%-і көркем әдебиет. Кітапхана ұжымы балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі жобаларды қолға алған. Оқу залынан бөлек қолөнер, сурет салу, шахмат үйірмелері бар. Балалардың жас ерекшеліктеріне қарай керемет шеберхана, жерұйық, атамекен секілді тарихи өлкетану клубтар жұмыс істейді. Модернизациядан кейін айттым ғой, жаңа әртүрлі 5 зал ашылды деп. Сол залдарға қазір балалар келеді. Кітапханадан оқырмандар арылып жатқан жоқ. Келу жақсы. Мектептермен жұмыс жасайды, балабақшалармен жұмыс жасайды. Білесіздер, қазіргі заманда барлық балалар интернетке кіріп кеткен, смартфонмен ғана жұмыс жасайды. Бұл кітапты алып қолға оқып, ол уже басқа сезім. Балаларға осы дағдыны қалыптастыру ретінде осы балалар мен жасөспірімдер кітапханасынан бастадық. Ғимаратты толық жаңғырту үшін жергілікті қазынадан 35 миллион теңге жұмсалды. Жалпы Жезқазған мен оған қарасты ауылдарда осындай 9 кітапхана бар. Келер жылдан бастап олар кезегімен жөндеуден өтеді. Елдос Какенов, Нұрдәулет Аманкешев, Гүлшафира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы.